Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қашықтықтан білім беру технологияларын іске асыру және жұмысты жақсарту мақсатында қазақ тілі пәні бойынша кезекті бейне сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: Тоқтар Әубәкіров тұңғыш қазақ ғарышкері. Сабақтың мақсаты: бірінші, білімділік. Тоқтар Әубәкіровтың өмірі туралы мағлұматтармен таныстыру. Екінші, дамытушылық. Өз ойларын еркін айтуға үйрету, сөздік қорын молайту, сөздің мағынасын түсіне отырып, тапсырманы дұрыс орындауға баулу. Үшінші, тәрбиелік мақсаты: еңбекқорлыққа, адамгершілікке, өз елінің батырларын құрметтеуге тәрбиелеу. Сабақтың міндеті: қазақ тілінде сөйлей білуге үйрету. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді түсіндіру. Және визуалды материалдар арқылы тілді дамыту. Жетістік критерийлері немесе сіздерден күтілетін нәтиже. Бірінші, қажетті ақпараттарды түсінеді және өз сөзімен айта алады. Екінші, бейне материал бойынша тапсырмаларды орындай алады. Алдымен үй тапсырмасын тексеріп, өткен сабақты бекітіп, пысықтап алайық. Берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, тұңғыш рет жер серігі қашан ұшырылды? Екінші, 1960 жылы ғарышқа ұшқан тіршілік иесі. Үшінші, адам баласы тұңғыш рет қашан орбитаға шықты? Төртінші, 1961 жылы 12 сәуірде қандай оқиға болды? Бесінші, дүние жүзінде қанша ғарыш алаңы бар? Алтыншы, Байқоңыр ғарыш айлағы қайда орналасқан? Жетінші, Байқоңыр аймағының климаты қандай? Жарайсыңдар. Енді жаңа сабаққа кіріспе. Миға шабуыл. Тоқтар Әубәкіров кім? Не білеміз? Кім біледі? Назарымызды экранға аударайық. Осы бейне фильмді көру арқылы жаңа сабақты түсінесіздер. Бір 1961 жылдың 12 сәуірі Байқоңыр кешені Мәскеу уақытымен таңғы сағат 9-дан 7 минут кеткенде Юрий Гагарин мінген Восток зымыраны түтін будақтата көкке аттанды. Юрий Гагариннің күлкісі өздеріңіз білетіндей бүкіл әлемге әйгілі. Ол дүние жүзіне танымал тұлға болғанымен ешқашан көкірек керіп мақтанған емес. Өте қарапайым, мәдениетті жігіт болатын. Қазір әлемде ғарышқа ұшқан 500-ден астам адам бар. Олардың 55-і нәзік жандылар. 1961 жылдан бері ғарышкерлердің жерден тыс кеңістікте болған күндері 10 мыңнан асып жығылады. Ал ғарыш тегерудің қандай пайдасы бар? Мамандардың жауабы: біздің жердің болашағы осы ғарыш тегеруде. Сол ғарыш тегеріп, ары сол жақтан бізді бітетін бәрібір жерде
но энергоносительдер бітеді. Соларды бәрін көтеру үшін, соларды бәрін қалпына келтіру үшін бір басқа планетадан осында энергоносительдерді алып келеді. Тоқтар Әубәкіровті есі кірген сәбиден бастап үлкен кішінің бәрі білет десек артық айтпағанымыз болар. Осыдан тура 20 жыл бұрын сол Гагарин ұшқан Байқоңыр космодромынан қазан айында ғарышқа тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар аға аттанды. Жердің хош иісіне ештеңе жетпейді екен. Қандай қымбат әтір болсын, оның орнын алмастыра алмайды. Адам космостан жерге оралғанда қаншалықты сезімде болатынын білсеңіздер. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256-шы ғарышкері. Ол қаһарман атанып, қазақ халқының мерейін тастар сәттен бұрын ұшақпен ұшудың жаңа әдісін тәжірибе жүзінде көрсетті. КСРОда тұңғыш рет миг-истребителін трамплиннен түскендей төменге құлдилатып, теңізге жақындай бергенде лезде көтеріп әкеткен Тоқтар Әубәкіровтің ғажап өнеріне бүкіл әлем көз тікті. Аса қауіпті, ешқандай қателікті кешірмейтін осы сынақ үшін ол Гиннестің рекордтар кітабына енді. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 1 Май ауылында дүниеге келген. Ол кез соғыс жаңа бітіп, батырлықты, ерлікті уағыздаған уақыт болатын. Әкесі Оңғарбай мен шешесі Камия көзге көрініп, көз жұмған 9 жылдан кейінгі перзентіне енді осы жаманымыз аман болсыншы деген ниетпен азан шақырып Тоқтар есімін беріпті. Ата-анасы ерте дүние салды. Ол апасы Бекен мен жездесі Нығметтің тәрбиесінде болды. 1962-65 жылдарда Теміртау құйма механикалық зауытында токар болып жұмыс істеді. Есімі облыстық құрмет кітабына алтын әріппен жазылды. Ресей Федерациясындағы Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін бітірді. 1969-1975 жылдар аралығында Кеңес одағы әскери әуе күштерінің Қиыр шығыс әскери округіне ұшқыш звено командирі, эскадрилья командирінің орынбасары болды. Мәскеу ұшқыш сынақшылар мектебін 1976 жылы, Мәскеу авиация институтын бітірген 1979 жылы. Мәскеудегі Микоян атындағы тәжірибелік конструкторлық бюроның ұшқыш сынақшысы болды. Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы Кеңес одағында тұңғыш рет қонбай әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын ерлікпен орындады. 1989 жылы бірінші болып авиа тасушы крейсердің алаңқайшасына МиГ-29 реактивті ұшағын үлкен шеберлікпен дәл қондырды. Сондай-ақ ол реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. 1991 жылы 2 сәуірде Кеңес одағының ғарышкерлер дайындау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. Ғарыш кемесі жер төңірегіндегі Мир орбиталық кешенімен түйісті. Онда ол өзге ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, медицина салалары және Арал теңіз аймағы бойынша
ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Тоқтар Әубәкіров нақ 45 жасында ғарышкер атанды. Ал Кеңес одағының батыры деген жоғарғы атақты 1988 жылы алды. Онда оған бұл биік мәртебе, зор қуаныш, дыбыстан да шапшаң ұшатын, мүлде жаңадан жасалған, әлі сынақтан жөнді өтпеген, тағдыры беймәлім, миг ұшақтарын сынауды және оларды кеме палубасына қондырып, одан ұшып шығуды қамтамасыз еткен үшін беріліп еді. Марапаттары: Қазақстанның халық қаһарманы атағы, Қазақстанның ғарышкер ұшқыш атағы, Отан ордені, Кеңес одағының Знак почета ордені, Герой Советского Союза атағы, Золотая звезда медалі, Ленин ордені, Заслуженный летчик-испытатель СССР атағы, Летчик-космонавт СССР, Октябрьская революция ордені берілді. Ресейдің Золотая звезда медалі, Аустрия Республикасының Алтын крест ордені 1988 жыл, Алтын крест ордені 1993 жыл. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа алғаш ұшқан қазақ ғарышкері болып тарихта қалды. Ол ғарышқа қасиетті қазақ жері Байқоңырдан аттанған. Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн, 22 сағат, 13 минут болды. 1993-1994 жылдары Қазақстан Республикасы ұлттық аэроғарыштық агенттігінің бас директоры. Ғылым және жаңа технология министрінің орынбасары. 1994-95 жылдары Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің депутаты. Қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы болды. 1996 жылдан Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі. Алдымен сөздікпен жұмыс жүргізейік. Екі тілде оқимын. Бейтаныс сөздерді өздеріңіз жазып алып, есте сақтаймыз. Менімен бірге қосылып оқыңыздар. Жер төңірегіндегі, околоземный, ғарыш, космос, түйісті, состыковался, ғарыштық сурет, космический снимок, дыбыстан да шапшаң, сверхзвуковой, жаңадан жасалған, новоизготовленный, араласты, принял участие, пайда болу, образование, таралу, распространение, сынақшы, испытатель. Ендігі кезекте қазақ тілінің тілдік дағдыларын қалыптастыру үшін тапсырмалар орындайық. Оқылым тапсырмасы. Бірінші, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқыңыздар. Екінші, төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Тоқтар Әубәкіров кім?
Екінші сұрақ. Тоқтар Әубәкіров ғарышкерлер құрамына қашан алынды? Үшінші сұрақ. Ғарышқа ұшу аймағы қалай аталады? Төртінші сұрақ. Ғарышта қандай зерттеу жұмыстарын жүргізді? Бесінші. Тоқтар Әубәкіров ғарышта қанша уақыт болды? Бұл тапсырманы жоғарыда берілген презентацияға байланысты айтылым тапсырмасы. Жоғарыда ұсынылған визуалды материалдар бойынша өзің ұсынған сөздер мен сөз тіркестерін пайдалана отырып, әңгіме құрастырыңыз. Әңгімеге тақырып қойыңыз. Мүмкіндік болса, өз сөзіңмен жауап беруге тырысыңыз. Сұрақ. Тұңғыш қазақ ғарышкері туралы не білесіз? Синквейн әдісі арқылы жауап беріңіз. 1 зат есім, 2 сын есім, 3 сөйлем болу керек. Тыңдалым тапсырмасы. Ең алдымен бейне материалды мұқият тыңдаңыздар. Содан кейін шын, жалған ақпаратты белгілеңіздер. 1991 жылдың 2 қазанында Кеңес одағының батыры ғарышкер Тоқтар Әубәкіров Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа аттанды. Тоқтар батыр тек қазақ халқы ғана емес, бүкіл түркі жұртының ғарышқа тұңғыш рет самғаған тұлғасы. Осы айтулы күнге орай әзірленген бейне материалды дәл қазір назарларыңызға ұсынамыз. О баста Теміртаудағы құйма механика зауытында токыр болған балаң жігіттің есімі кейін құрмет кітабына алтын әріппен жазылды. Кішкентай күнімден сол өзім ағаштан жонып самолет істейтін. Мынау ауылда бірінші планерді өзім жасап жіберген ауылда мен болатын. Өзім жасадым, ешқай жерде ештеңе жоқ. Қазір уақытта магазинге барып сатып аласың, анау. Содан кейін оны крейт етіп жібере саласың. Ал жерде өзім ойлап, өзім жасап, сол самолеттерді өз қолыммен жіберген өзі сол ауылда мен болады. Ол 1969 жылдан бастап Кеңес одағы әскери әуе күштеріне араласа бастады. 1976 жылы Мәскеудегі ұшқыш сынақшылар мектебін бітіріп, 1979 жылы Мәскеу авиация институтын тәмамдады. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. 1991 жылы 2 сәуірде Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кірісіп, 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. Енді ұшқыш болам. Ешқайда бұрылмайым да, ешқайда қызықпайым да, қандай маған алтын қойса да мен ұшқыш болам деп. Сол арманыма қай алтынға арманымды сатқан жоқпын. Сол жаққа қарай басымды бұрында кетіп қалдым. Ол жақта емтиханды жақсы тапсырдым, өте жақсы. Сол мектепке түстім, Армавир қаласында, Краснодарский край дейді. 4,5 жылдай оқып, сол жерде бітіріп, ұшқыш болдым. 1991 жылы 10 қазанда жерге қайта оралды. Сосын Қазақстандағы ғарыштық даярлық зерттеулерінің негізін қалауға, отандық қарулы күштердің әскери даярлығын жетілдіруге, әскери патриоттық тәрбие жұмыстарын жолға қоюға белсене араласты. Тоқтар Оңғарбайұлы мемлекеттік маңызды істерді қоса атқарды. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы сынды атақтармен марапатталды. Жазылым тапсырмасы. Егер сіз ғарышкер болсаңыз, қандай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін едіңіз? Осы бойынша 150 сөз көлемінде эссе жазыңыз. Барлығы түсінікті болса, енді келесі тапсырмаға көңіл бөлейік.
Берілген сөз жұмбақты шешіңіздер. Әрқашан жаңа тақырыпты қорытындылау үшін менің кеңесім сөздерді қайталап отырыңыз. Сұрақтар бойынша өзіңізді тексеріңіз. Бірінші, Тоқтар Әубәкіров кім? Екінші, ғарышкерлер құрамына қашан алынды? Үшінші, ғарышқа қашан ұшты? Төртінші, ғарышта қандай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді? Бесінші, Тоқтар Әубәкіров ғарышта қанша уақыт болды? Ауызша жауап берсеңіз болады. Енді жаңа сабақтан алған білімімізді бекітейік. Назарымызды экранға аударайық. Тоқтар Әубәкіров. Тұңғыш қазақ ғарышкері. Кеңес одағының батыры. Халық қаһарманы. Және ұшқыш сынақшы. Жарайсыңдар. Сіздерге берілетін үй жұмысы. Шығармашылық тапсырма. Ғарышкерлер туралы қызықты деректерді тауып, әңгімелеңіз. Эссе жазыңыз. Немесе бейнефильм жасаңыз. Орындау түрін қалауыңыз бойынша таңдауға болады. Әдеттегідей, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Көңілді, қызықты болды. Көңілсіз, қызықсыз болды. Сұрақтарым бар. Тақырыпты түсіндім. Сабақта берілген тапсырмаларды орындадым. Көптеген жаңа мағлұматтар білдім. Деген сияқты критериялар арқылы маған поштаға немесе WhatsApp арқылы ұсыныстарыңызды жіберулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бойынша экранда берілген электронды поштаға хабарласыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған кәсіби қазақ тілі пәнінің оқытушысы Сазамбаева Ақтоты Рахманқызы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.